Сәлем қыздар, бүгін өте тез дайындалатын сметаник дайындаймыз. Қыздар, ең алдымен песочное тесто дайындап аламыз. Ол үшін бүкіл сухой ингредиенттер қосамыз. Un, қант, разрыхлитель. Оның үстіне бөлме температурасында сары майымызды қосып, түйіршік болғанша қолымызбен езіп аламыз. Массамыз осындай түйіршік болғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, кішкене ғана қолға жабысатын болу қажет. Қамырымызды бір келке етіп осылай илеп алғаннан кейін, оны салфанға салып, 15-20 минуттай холодильникте ұстайтын боламыз. Сол уақытта начинка дайындаймыз. Начинка үшін творог, сметана, жұмыртқа, қант барлығын салып аламыз да, блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаса, кәдімгі миксермен де араластыра берсеңіздер болады. Массамыз блендермен осылай езілгеннен кейін бір келкі әдемі творожный масса шығады. Енді біздің 15-20 минут холодильникте жатқан қамырымызды алып, екі шетіне аямай ұнды сеуіп, қоқтаудың көмегімен домалақ немесе төртбұрыш ретінде әртүрлі формада өздеріңіз жай берсеңіздер болады. Жайып, ең бастысы біздің формамызға сыйып, шет-шетінен кішкене артық қамыр қалу қажет. Қыздар, сосын айта кететін жайт, бізде песочное тесто болғаннан ол өте нежный, сондай хрупкий тесто болып саналады. Сондықтан да екі шетінен ұнды аямай себеміз да, осылай абайлап, жай екі шетінен қатты қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, средний толщинаны жайып, главный біздің формамызға сыйса болғаны. Одан кейін осы дайын тестамызды біз оқтаудың көмегімен, қазір видеода көрсеткенде осылай орап, жыртып алмай, абайлап, осылай орап, формамызға салып алуымыз қажет. Салып алғаннан кейін осылай екі шетінде артық тесто қалу керек видеодадай қыздар. Сол артық тестоның барлығын ішіне кіргіземіз да, артықтардың бәрін оқтаудың көмегімен видеодағыдай алып тастасаңыздар болады. Немесе өздеріңіз қалауынша пышақпен де кесе берсеңіздер болады. Барлығы өздеріңіздің фантазияңыз, өздеріңіздің қалауларыңыз қыздар. Біздің песочное тестамыз дайын болғаннан кейін форманың астына противеньді қойып, үстіне дайын начинкамызды құятын боламыз. Пирогымызды 160-170 градуста верх-низ режимінде 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Дайын пирогты духовкадан шығарғаннан кейін ортасы қимылдатқанда желе сияқты болып тұру қажет. Біздің пирогымыз дайын болды. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Пока-пока.